слабый герой ұнаса, онда мына дорамада точно ұнайды. Бұл дорама туралы жақында ғана видео түсірген едім. Мінекей тағы бір видео түсіріп отырмын. Өйткені өзіме өте қатты ұнады. Әзірге 4 бөлімі ғана шықты. Барлық бөлімі 10 бөлім. Аптасына дорама 2 бөлімнен шығып тұрады. Бұл учебная группа деп аталатын дорама. Бұл жерде бас кейіпкер жігіт, топастау жігіт, топас жігіт оқығысы келеді, бірақ соңғы орын ала береді. Бір күні ол ең нашар оқитын мектепке ауысып, сол жерде оқу тобын құрады. Сол оқу тобындағы өзінің достарын деп айтсақ та болатын шығар, соларды қорғау үшін барын салады. Әзірге 4 бөлім ғана шықты. Бас кейіпкер өте күшті. Топастау дегенмен де ол төбелесу жағына келетін болсақ, физикалық тұрғысына келетін болсақ, өте мықты. Төбелес жағынан ешкім оған жете алмайды. Дегенмен де төбелестің өзіне де бір білім керек қой, кішкене алдап жіберетін сәттер болады, сондай жерлерге. Сондықтан да мүмкін топас деуімде қате шығар, оны соңында, оның серия шыққанда ол жағында біле жатармыз. Дораманы қазақша дыбыстамамен Сақ студияның ақылы тобынан көре аласыздар. Оған қосылу үшін алдымен Телеграмға, Сақ студияға қосылып алыңыздар.